бар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 91-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы белгісізі бар теңдік. Теңдік құрастыруды үйренесің. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Есептерді шығар дейді. Астында қолөнер шеберлері көрмеге 90 бұйым қойды. Олардың 50-і ағаштан және бірнешеуі саздан жасалған. Көрмеге саздан жасалған қанша бұйым қойылды дейді. Қолөнер шеберлері көрмеге қойылды 90 бұйым. Ағаштан 50 бұйым жасалған. Саздан неше бұйым жасалғаны белгісіз. Бос төркездерге тиісті сандарды таңда дейді. Бізде бірінші ағаштан 50, саздан жасалған белгісіз, жалпы барлығы қойылғаны 90. Ол үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Сонда екінші қосылғыш белгілі болады. 90-нан 50-ді азайтамыз 40. 50-ге 40-ты қосамыз 90. Сонда бізде саздан жасалған 40 бұйым қойылды. Келесі барлығы 90 бұйым. Саздан жасалған бұйымды табу үшін, яғни айырманың мәні 50-ге тең. 90 азайту 50, 40. Сонда азайтқышымыз 40-қа тең. 90-нан 40-ты алған кезде 50 болады. Үшінші 90-нан азайтамыз, айырманың мәні 40. Яғни 90-нан айырманың мәні азайтқан кезде азайтқыша 90-нан 40-ты азайтамыз 50. 90 азайту 50 тең 40. Көрмеге саздан жасалған, сонда бізге 40 бұйым қойылған. Әсіне қараймыз. Әсінде музей залына 20 ұлттық киім және 10 ыдыс қойылған. Барлығы неше бұйым қойылған дейді. Ұлттық киім 20 белгілі, ыдыс 10. Енді ұлттық киім мен ыдыстың барлығы неше бұйым қойылғаны белгісіз. 20 қосу 10. Жауабы барлығы 30 бұйым қойылған. Балалар, екінші тапсырмаға қараймыз. Белгісіз компоненттерді тап дейді. Қосылғыш, бірінші қосылғыш 4-ке тең, екінші қосылғыш 6-ға тең, қосындының мәнін тап. Яғни 4-ке 6-ны қосамыз. Сонда 10 болады. Енді бірінші қосылғыш 4, қосылғыштың мәні 10. Екінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. 10-нан 4-ті азайтамыз 6. Сонда 4 қосылған 6, қосындының мәні 10-ға тең. Ал енді бізде бірінші қосылғыш белгісіз, екінші қосылғыш 6-ға тең, қосындының мәні 10-ға тең. Яғни қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз, бірінші қосылғыш белгілі болады. 10-нан 6-ны азайтамыз 4. 4-ке 6-ны қосамыз, яғни 10. Енді азайғышымыз 10-ға тең, азайтқыш 4-ке тең. 10-нан 4-ті азайтамыз, айырманың мәні 6-ға тең. Енді айырманың мәні 6-ға тең екен белгілі балалар. Азайғыш 10-ға тең, айырманың мәні 6. Азайтқышты табу үшін 10-нан азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Сонда бізге азайтқыш белгілі болады. 10-нан 6-ны азайтамыз 4. 10-нан 4-ті азайтамыз 6. Енді бізге азайғыш белгісіз, азайтқыш 4, айырманың мәні 6-ға тең. Ол үшін айырманың мәнімен азайтқышты қосып аламыз. Сонда 6-ға 4-ті қосамыз 10. Енді азайғышымыз 10-ға тең екен. 10-нан 4-ті азайтамыз, айырманың мәні 6-ға тең. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Бос орындарға тиісті сандарды ата және өрнектер жаз дейді. Бізде бірінші қосылғыш белгісіз, екінші қосылғыш 10-ға тең. Қосындының мәні 30-ға тең. Яғни бірінші қосылғышты табу үшін 30-дан 10-ды азайтайық.
30-дан 10-ды азайтсақ 20. Яғни бірінші қосылғышымыз 20-ға тең. 20-ға 10-ды қосамыз 30. Екінші азайғышымыз 100-ге тең. Азайтқыш белгісіз, айырманың мәні 20. Азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. 100-ден 20-ны азайтамыз 80. Азайтқыш 80-ге тең екен. 100-ден 80-ді азайтамыз 20. 30 қосылған 60. Қосындының мәні 90-ға тең. Қосылғыш 40. Екінші қосылғыш белгісіз, қосындының мәні 80. 80-нен 40-ты азайтамыз, екінші қосылғышты табамыз. 40-қа 40-ты қосамыз 80. Азайғышымыз белгісіз, азайтқыш 70, айырманың мәні 30-ға тең. Яғни азайғышты табу үшін азайтқышқа айырманың мәнін қосып аламыз. 70-ке 30-ты қосамыз 100 болады. Енді азайғышымыз 100-ге тең. 100-ден 70-ті азайтамыз 30. 40 бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш белгісіз, қосындының мәні 60-ға тең. 60-тан 40-ты азайтамыз, екінші қосылғышты табамыз. 40-қа 60-тан 40-ты азайтсақ 20, яғни екінші қосылғыш 20-ға тең. 40 қосу 20 тең 60. Үшінші азайғыш белгісіз, азайтқыш 20-ға тең, айырманың мәні 30-ға тең. Айырманың мәніне азайтқышты қосып аламыз. 30-ға 20-ны қосамыз 50. Яғни азайғышымыз 50-ге тең. 50-ден азайтамыз 20-ны, айырманың мәні 30-ға тең. Енді бірінші қосылғыш белгісіз, екінші қосылғыш 50-ге тең. Қосылғыштың мәні 100-ге тең. Яғни 100-ден 50-ді азайтамыз. Бірінші қосылғышты табамыз. Бірінші қосылғыш 50-ге тең. 50 қосу 50 тең 100. Азайғыш 50, азайтқыш белгісіз, айырманың мәні 10-ға тең. Яғни 50-ден 10-ды азайтып аламыз 40. Сонда азайтқышымыз 40-қа тең екен. 50-ден 40-ты азайтамыз, айырманың мәні 10-ға тең. Төртінші тапсырмаға қараймыз. Көрмеге таңертең 10 адам, ал кешке одан 10 адам артық келді. Көрмеге кешке неше адам келді дейді. Яғни таңертең 30 адам, кешке 10 адам артық келді дейді. Отызға 10-ды қосамыз 40. Сонда көрмеге кешке 40 адам келді. Енді кері есеп құрастырып көрейік. Таңертең 30 адам, кешке 40 адам. Кешке келген адам таңертеңге қарағанда неше адам артық келгені белгісіз. Яғни кешке 40 адам келсе, 40 адамнан азайтамыз 30-ды, сонда 10 адам. Жауабы көрмеге кешке 10 адам артық келді. Бесінші тапсырмаға қараймыз. Бізге сырғалар берілген. Осы сырғаларды 4 қобдишаға теңдей бөліп сал дейді. Бірінші сырғалардың санын санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бізге 8 сырға берілген. Және де астында 4 қобдиша берілген. Осы қобдишаға теңдей бөліп сал дейді. Яғни 8-ді 4 қобдишаға теңдей бөліп салатын болсақ, балалар, 2-2-ден әр қобдишаға сырғаларды сала алады екенбіз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.